Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге айсберг капустасынан күшті салаттың рецептісін көрсететін боламын. Біз ойлаймыз ғой, бұл айсберг капустасы қымбат тұрады деп. Негізі бұл капустаның салмағы өте жеңіл, сол үшін қатты қымбатқа шықпайды. Алып жасап көрсеңіздер болады. Әсіресе біз Цезарь салатына заказ берген кезде осы салатпен жасайды. Өте дәмді капусталардың бірі. Осы капустамызды қолымызбен видеода көрсетілгендей ірі етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Одан кейін сметанамызды қосамыз. Егер сіздер ПП-да болатын болсаңыздар, осылай сметана қосып жасасаңыздар болады. Ол кезде міндетті түрде дәміне қышқылдық беру үшін осындай лимонның согын құятын боламыз. Кішкене ғана пайдалансаңыздар болады лимонның согын. Одан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Мен бірінші қасықпен араластырдым, бірақ қасықпен араластырған өте ыңғайсыз. Сол үшін осылай қолыммен әрбір капустаға жұқсын деп қолыммен араластырып шықтым. Одан кейін огурцымызды тураймыз. Мен 3 штук қиярымызды пайдаландым, яғни мендегі қиярлар өте кішкентай ғана қиярлар, сол үшін 3 штук пайдаландым. Егер сіздердікі үлкен болатын болса, ол кезде 2 штук қоссаңыздар болады. Барлығын жіңішке көлемде кесіп шығамыз. Қыздар, бұл салатты майонезбен жасай берсеңіздер де болады. Негізінен қалауыңызға қарай майонезбен болмаса сметанамен жасасаңыздар болады. Одан кейін 2 штук помидорымызды қосамыз. Негізінен черри помидорын қоссаңыздар да болады, бірақ менде ондай помидор болмағаннан кейін осындай 2 үлкен помидорды алып, оларды да осындай кішкентай бөліктерге бөліп кестім. Одан кейін 5-6 ас қасық кукурузымызды саламыз, яғни банкадағы. Барлығының дәмін көреміз. Тағы бір жақсылап араластырып шығамыз. Тұз салып жіберсеңіздер де болады. Қыздар, шым-шым ғана тұз салып жібереміз. Піскен жұмыртқамызды, 2 штук жұмыртқамызды осылай ортасынан бөліп әдемі етіп қойып қоятын боламыз. Бұны біз салатпен бірге араластырмаймыз, әсемдік үшін осылай қазір тәрелкеміздің жиегіне орналастырып шығатын боламыз. Құрметті достар, егер де менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ол жақтан кешкі астың, дәмді пирогтардың, тойымды салаттардың рецептісін көре аласыздар. Мінекей, дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде 2 тәрелке салат шығатын болады. Жасап көріңіздер, ұнаса лайк басып кетіңіздер. Мен сізді өзімнің каналымда күтетін боламын. Ас болсын!